мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Барлық мадақ мақтау әлбетте бүкіл әлемді жоқтан бар еткен 18 мың ғаламның иесі Алла тағалаға тән екені белгілі. Аллаға мадақ, пайғамбарға сансыз салауат сәлемдер болсын дейміз. Ал енді қадірлі жамағат, міне мынау Торғай өңірі деп әңгімемізді бастағымыз келіп отыр. Торғай даласы қазақ сахнасында айрықша орын алатын өңір, қасиетті өлке. Себебі ол жерден кешегі ең алғаш қазақтың мінекей ағартушылық саласының негізі қағылды деуге болады. Кешегі ыбырайлар, кешегі біздің бабаларымыз Ахмет Байтұрсынов сияқты, Міржақып Дулатов сияқты, енді айта берсек Алаштың қайраткерлері міне сол даладан ең алғаш білім ағарту саласының мінекей ірге тасын қалап, Ыбырай аталарымыз бір Аллаға сыйынып келіп балалар оқылық деп қазақ баласын қараңғылықтан жарыққа шығарып, сондай білімді, ізгілікті ту еткен өлке, қасиетті өлке Торғай даласы екені анық. Ал енді сол Торғай даласында кешегі небір мемлекет қайраткерлері, әрине оның барлығын атап жатуға біздің де уақытымыз жетпес. Кешегі Өзбекел Жәнібек сияқты кезек қайраткерлер міне сол қазақ даласында еңбек етті, қызмет жасады. Былай атап айтқанда Торғай даласы талай батырларды, талай ақындарды, талай жақсыларды түлеткен қасиетті өлке деп айта аламыз. Себебі кешегі Ақпатшаның кезіндегі қазақ даласын осы азат етем деп жанын мінекей басында, жанында мінекей осы құрбан еткен кешегі даңқты бабалар, Амангелді атамыз бастаған, Кейкі Мерген сияқты тарихта мінекей аты қалған алтын әріппен мінекей тарих сахнасында сайрап тұрған осындай тектілердің өскен топырағынан, туған топырағынан біздің бүгінгі асқа, дұғаға себеп болып отырған, өзінің өмірін отанына, еліне арнаған Жүсіпбек ұлы Сапабек атамыздың да сол өңірден туып өсуі де бір заңдылық деп айтқымыз келеді, қадірлі жамағат. Міне өзі де ұлы отан соғысының ардагері, еңбек жолының ардагері, бар өмірін, саналы ғұмырын осы мынау үлкен бір кәсіпке арнаған, ел басқарған, қасындағы әлмен қызы Разия әжемізбен бірге қол ұстасып, бірге өмірдің қызығында, шыжығында бірге өткерген Асқар Тәуәке аяулы аналардың да өмірден өткеніне біршама уақыт болған екен. Ал енді артында қалған бүгінгі ұрпақтары да, ұл-қыздары да өсіп өніп әрқайсысы бір-бір ауыл, бір-бір қауым, бір-бір шаңырақ болып отқаны белгілі. Бүгін міне сол әкеге деген, анаға деген бір жағы перзенттік құрметі, рахметі, мына елге деген алғысы, әкең өлсе де көзің көрген өлмесін деген сөзді өздерінің мінекей қағида етіп, міне бүгін сол ағдастархан жайып, әкесі мен анасының егер шіркінай көзі тірі болса, әкеміз бір ғасырға келер еді, анамыз бар болса, торқалы жасқа келіп той-тойлап жататын ек деген іштегі бір әке мен анаға деген бір сағынышын міне осындай дастархан жаю арқылы өлі разы болмай, тірі баймайды деп қазақ бекер айтпасы анық. Сол өткендерді бір рухын шат-шадыман етіп, қабырын жарық нұрлы етіп, марқұмдарға бір дұға бағыштасақ деп, міне осында Бекберген ағамыз бар, басқа да үлкен ханым, сәнім апаларымыз бар. Енді барлықтарыңызды тағы да толықтырып атап жатарымыз. Міне осындай ұрпақтары өсіп өніп, бүгін елді ағайын туыс туған құда жекжаттың басын жиып, міне елорданың басында осындай ақ дастархан жайып, бүгін марқұмдарға құран бағыштап жатыр. Ендеше әке анамыздың рухы разы болсын, Алла да разы болар. Сондықтан да қадірлі жамағат, қазір арнайы Құранды оқитын, осында Астана қаласында белгілі дін қызметкері, жай ғана қызметкер емес,
мына Әзірет Сұлтан мешіті, тағы да көптеген мешіттерімізде әуезді азанымен талайларды осы дінге келуіне себепші болған белгілі азаншы Тазабек ағамыз бар. Арапұлы, рұқсат болса Тазабек ағамызға біз микрофон ұсынайық. Бүгінгі ас дұғамызды марқұмдарға, ата әжеміздің рухына арналған асты Алланың кәләмі Құранмен бастайық. Бисмилля, Алла қабыл етсін. Ассаламу алейкум, құрметті ағайын, бауыр, туыстар. Баршаларымыздың дұға тілегімізді қабыл етсін. Марқұм болған ата бабаларымызды Алла өз рахметіне алсын деп, иншалла бірінші Құран оқып бақыштасақ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Бүкіл әлемді жаратқан құдіреті күшті Алла өзіңе ғана ибадат қып өзіңнен ғана жәрдем тіледік. Оқылған Құран осы дастарханда жайылған тағамдардың сауабын марқұм болған ата бабаларымызға, ата аналарымызға, туған туысқан бауырлардың рухына, марқұм болған ағанас, тоғанас аталарымыздың рухына, және де марқұм болған ағанас ұлдары,
бай дәулеттің және дәулеттің рухына бағыштадық. Және де мархум болған бай дәулет ұрпақтары Ахмет, және де Мұхаммеджан, Хакимжан, және де Жақыпбек, және де Жүсіпбек, және де Айшаның рухтарына бағыштадық. Мархум болған Хакимжан ұрпақтары Сейітжанның, Сейіт Қасымның, және Сейіт Кәрімнің, Фатима, Мария, Қатия, және де мархум болған Биғайша анамыздың рухына бағыштадық. Мархум болған ата-бабаларымыз Жақыпбектен Жәмилә, және де Камила, және де Оразбек, және де Биғайша әжелеріміздің рухтарына. Және де мархум болған Байдәулет ұрпақтары Жүсіпбек, жұбайы Шаха, Қожамжар қызының рухына бағыштадық. Және де мархум болған Байдәулет қыздары Айшаның рухына, және де жұбайы Жүсіптің рухына бағыштадық. Жүністің рухына бағыштадық. Және де мархум болған Дәулет ұлдары Мұқанның рухына, және де Жүсіпбек ұлы Сапабектің рухына, және де мархум болған Әлмен қызы Рәзияның рухына, және де Сапабек қызы Балымның рухына бағыштадық. Және де Сапабек ұлы Болатбектің және Нұртөренің рухына, жиені Расулдың рухына бағыштадық. Осы аталған, аталмай қалған барша мархум болған кісілерді Алла өзің рахметің алып, жатқан жері жайлы, топырағы торқа, иманы жолдасы болып, жәндері жәннатта, тәндері рахатта болып, Алладан тілеген дұға тілегімізді, қабыл мұратымызды асыл ет. Артында қалған ұрпақтарына, туған туысқандарына, тіл тиюден, көз тиюден, тағы басқа бүкіл жаманшылықтардан, адамдардан болған асфас қылушы, жындардан болған асфас қылушы, күндіздің, түннің жамандықтарынан, адамдардың жүректеріне васвас салып қойышы бүкіл жамандықтан Алла тағала өзіңнен пана сұрадық. Өзіңнен мейірім тілеп, өзіңнен шафағат тілеп, өзіңнен шипа тіледік. Өмірлерімізді Алла тағала өзің берекелді қыла көр. Жаратқан құдіреті күшті Алла баршаларымыздың қандай дұғада, қандай тілекте болсақ, сол дұға тілегімізді қабыл, мұраттарымызды асыл ет. Аллаху акбар. Алла қабыл етсін. Амин. Ал енді қадірлі жамағат, міне мархумдарға оқылып жатқан, атамыз бен әжеміздің рухына бағышталып жатқан Құран дұға тілектеріміз Алла қабыл етсін. Енді рұқсат болса келген көпшілікке арнайы дастархан жайып жатқасын, сол кісілердің атынан мінекей ас беріліп, үлкен бір сауапты іс жасалып жатыр. Сондықтан да асты тартып етуге рұқсат етіңіздер, қабыл алыңыздар. Үлкен бас келіп жатқасын, астың бір бісмілләсі болады, батасы болады. Сондан да Илахи аумин деп ақсақалдан бата сұрайық. Әмин. Бата бердім, бақ тіледім, ақтастарқан жолыңа, иә Құдайым пайғамбар, қолдарында жайғандар асқа берекет, анама қанағат, күллі пәледен амин ет. Аллаху акбар. Аумин. Астарыңыз дәмді болсын, қадірлі жамағат. Ас алып отырайық. Енді бұл атамыздың, әжеміздің атынан беріліп жатқан ас, дұға, бұның барлығы да қалай аталса да сауап үшін жасалып жатқан дүние. Енді Қазақстанның әр аймағында әр түрлі аталып жатады. Бір жерде ас, бір жерде дұға, бір жерде садақа, бір жерде хатым деп жатады. Мына шығыс өңірлерінде айналып келгенде бұл сөздің түбі төркіні бір. Себебі мархумдарға сауап үшін жасалатын дүние, қадірлі жамағат. Ал енді қазақ халқында өткендерді еске алу деген біздің әдет ғұрпымызда бар дүние, қадірлі жамағат. Сондықтан да біз өткен кісілерімізді, міне ата әжелерімізді, кешегі бабаларымыздың атын еске алу арқылы сол кісілерді ұмыт қалдырмай, мына өскелең ұрпаққа бір жағынан осындай кешегі елін, жерін қорғаған, ұлы отан соғысында, қан майданда жан берісіп, жан алысып, еңбек даласында да еліне өмірін арнаған осындай асыл ерлерді, аяулы алтын құрсақты аналарды біз бір жағы ұрпаққа үлгі ету мақсатында осындай еске алу ас дұғалары болып жатады, қадірлі жамағат. Әрине бұл жай ғана келіп елдің ас ішіп бір-бірін көрісіп кету емес, мына осы әулеттің, осы елдің ортасында өсіп жатқан өскелең ұрпаққа да үлкен бір тағылымды, осындай тәрбиелік мәні бар дүниені біздер сабақ етіп көрсетіп жатырмыз. Алла разы болсын. Міне ұл-қыздарына, артындағы қалған ұрпақтарына Алла разы болсын. Бүгін ата-анасының осындай артынан ас беріп дұға еттіріп жатыр. Алла қабыл етсін. Абай атамыз айтады, бұл өмірдің қызығы махаббатпен, көрге кірсең елеулі жақсы атақпен,
арттағыға ізіңмен сөзің қалса, өлсең де өлмегенмен боласың тең дейді. Шынында ол кісілерді өлді деп айта алмаймыз, себебі адам баласына өлді деген теңеу жараспайды. Себебі оған Абай атамыздың тағы бір сөзі дәлел: өлсе өледі табиғат, адам өлмес, бірақ ол қайтып келіп ойнап күлмес дейді. Әрине, адам баласы өмірге қайта айналып келмесі ақиқат, десе де оның артында оның өмірі, оның еске алатын туыс туғаны, дос жараны, бала шағасы қалса, әрине ол кісіні біз өлді деп айта алмаймыз. Себебі ол кісі жайлы естелік айтылады, еске алынады, дұға етіледі, Құран бағышталады. Міне замандастары ол кісінің жақсылығын тілге тиек етіп, міне осындай елге үлгі етіп жатады. Ал енді бүгінгі асымызға арқау болып отырған біздің Сапарбек әкеміздің, Разия анамыздың осында туыстары, замандастары, құда жекжаттары бар, Құдайға шүкір. Әрине, бүгін енді сол қазақ айтады ғой, жақсының жақсылығын айт, нұры тассын деп жатады. Мына біздің өзіміздің сол Торғай өңірі аман келді, Арқалық. Міне енді алыс адам жоқ, бөтен адам жоқ, бәрі ауыл аралас, қойы қоралас, осында ағайын құда жекжаттың бәрі қатысып келіп отыр. Сондықтан да мен ойлаймын, әкеміз жайлы, анамыз жайлы бір-екі ауыз айтатын қазір арада кісілер табыла жатады. Жаңа енді Сәнім апамыз бәр болса, сол кісіні шақырып бір ауыз сөз берейін. Енді мына бір кішкене кіріспе жасап өтсін. Одан кейін экранға біз қысқаша бір дерек дайындап қойдық. Соны сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сәнім апамыз қайда отыр? Келіңіз. Мынау қазақта керемет бұрыннан келе жатқан сөз бар. Елімізде талай қиын заман өткен, сол кезде жаугершілік болып, сол кезде жаңағы жау қуып бара жатқанда алдына баласын алып, әкесі шауып бара жатса, жолда бауыр тұр екен. Сол кезде бауырын баласын түсіріп, бауырын алып кеткен екен. Міне сондай бауыр, етене бауыр, бір-біріміз десе, ішкен асымызды жерге сіңбейтін сондай бауырым Сапарбек аға. Екеуміз құлындай болып өстік. Ата-анамыз солай бізді тәрбиеледі. Сол тәрбиенің арқасында ағаның да балалары өсті, менің де балаларым өсті. Айналайын туысқандар, міне бүгін бауырымның еске алу дастарханына келіп отырсыздар. Ырза болыңыздар, жақсы өткізіңіздер. Естелігі ағаның, барлықтарыңыздың ағаның істеген істері жүректеріңізде. Құранда айтылған, Алла тағала адамға адал несібе, пайдалы білім, қабыл боларлық істер бер деп. Аға сол қағиданың барлығын орындаған адам. Адал жұмыс істеп, сыйлы болып, мынау соның арқасы, сол сыйлығының арқасында әрбір адам мені Сапарбектің қарындасы деп таниды. Балалардың Сапарбектің балалары деп таниды. Соның барлықтары ағаның істеген адал еңбегінің нәтижесі деп ойлаймын. Аға мен үшін асқар тау болды. Үлгі болды. Сол істен о кісі Жүсіпбектен тәрбие алса, Шақаменен, Жүсіпбек пен Шақа Байдәулеттен тәрбие алған. Сол тәрбиені жақсылап осы өмірде қолымыздан келгенше жүзеге асыруға тырыстық. Соның нәтижесінде Алла тағала шүкір осындай сый-сияпатқа ие болды. Ал енді жеңгеміз жайында айтатын болсақ, жеңгеміз үйдің берекесін келтірді.
жалғыз ұл, жалғыз қыз, әрмен қарай сол ұрпақ, 10 шақты ұрпақ беріп, сол ұрпақтар қазір мәуедей өсіп, осы мынау отырған залдағы барлықтарыңыз сол ұрпақтардың жақындарысыздар. Қазіргі заманның тілінде айтқанда, біздің демографияға үлесін қосты деп ойлаймын мен жеңгемді. Сондықтан да жақсы тәрбиеледі, қазір сол жемісінің нәтижесін көріп, осындай өсіп өніп, Құдайға шүкір, үбірлі-шүбірлі болып, үлкен ұрпақ болып, осындай бақытты отбасының біріміз. Не айтам енді, айналайындар. Ағам керемет адам болатын, соның тәрбиесін балалары өзіміз өмірге іске асыруға тырысып, Құдайға шүкір, осындай бақытты отбасымыз деп, ұлағатты отбасымыз деп ойлаймын. Ағам мен жеңгемнің жатқан жері жайлы, топырағы торқа болып, иман салауатын болып, балалары әрғарайда бала шағасы өсіп өніп, осындай жақсылықта өмір сүрейік. Рахмет, Алла разы болсын. Айтқан дұға тілегіңіз қабыл болсын. Жаңа өзіңіз айтқандай, сіздерді ел қоғамда сыйлап қадірлеп жатса, ол да осы Сапабектің еңбегінің жарқын көрінісі, солардың елге жасаған жақсылығының аясында біздің де абыройымыз бүгін асқақ деп, міне ағаға деген осындай үлкен бір бауырлық, жанашырлығы, сыйластығын, бір құрмет ілтипатын көрсетіп жатыр. Алла разы болсын. Ал енді қадірлі жамағат, мынау экранға назарларыңызды бұрғымыз келеді. Қабырғада тұрған экраннан қазір арнайы бір дайындалған дерек бар екен. Соны барлығымыз бірге көрейік. Міне өткен кісілердің өмірін сіздердің жанарларыңызда бір жаңғыртсақ дейміз, қадірлі жамағат. Назарымызды экранға бұрайық. Жас едім өмір керген бойламаған, көнерде не боларын ойламаған, шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңде қамқор әке қайдам. Сапағай мен Рәзия жеңгемізге, басқа да әруақтарға, ата-бабаларының оқытып атқан дұғаларыңыз қабыл болсын. Бастарыңа амандық, отбастарыңа амандық, бар жақсылық болсын. Қызметтес болдым, әрі қарындасы болдым. Бірге 33-35 жыл жұмыс істедік бірге. Сапағамыз сол мекеменің бас бухгалтері болып бәлен жыл қызмет атқарды. Істеген жұмысына, ортасына сондай сыйлы, құрметті болды. Одан кейін сол қызметінің арқасында ол кісі райсоюздың да председателі болып 5 жылдай жұмыс істеді. Ал содан пенсияға шығып, соның жемісін көрді. Бәйбішесі екеуі 10 шақты баланы тәрбиелеп өсірді. Бәріне де білім алып берді арнаулы. Жоғарғысы бар, ортасы бар. Бәрі өз саласы бойынша балаларының қызмет істеп жатыр. Ешқандай жамандығы болған жоқ. Қуансаң қуана бер әкетайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын. Жылы мен осы 20 жасымда осы елге келін болып түстім. Есім 23-те, жолдасым өзім 20-дамын. Келгеннен кейін ол кезде сразу жұмысқа кіріп кетеміз ғой. Қызметке кіріп кеттік. Мен ол кезде ең бірінші жұмысты рабковтан Амангелді рабковында бастадым. Райпотребсоюз
осы 75 па 76 жылдар ма сол Назихан апайдың қарамағына экономист болып бардым. Ол кезде Сапаға главный бухгалтер болып істейді екен. Сөйтіп еңбек жолымызды солай бастадық. Аға өзі сынемаған, сабырлы, қасындағы, қарамағындағы адамдарға өте қамқор болған, кейде қатал айтып, кейде күліп қатар болып кететін кездеріміз де болады, оны үлкен болсақ, жас болсақ та. Сондай жақсы өмірлер өтті. Шешірсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Ошырған соң қарыңмын, қияға шырқарыңмын, бәйгеге өзім қосқан топарыңмын. Анашым шалқып күлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Құрметті ағайын туыстар, мына бүгінгі Сапа ағамыз бен жеңгеміздің бірі 100-ге кеп, біреуі 90-ға кеп, міне балалар жан-жақтан жиналып дұға оқытқалы жатыр. Ағамыздың да ағайын туыстары, жеңгеміздің ағайын туыстары, міне бәрі жиналып жатқан шығар. Мынау оқытайын деп жатқан дұғаларыңыз қабыл болсын. Сапа ағамызда мен көп жыл қызмет істедім, шопыр болдым. Ағаның маған жақсылықтары өте көп болды. Маған үй әперді, машинама жаңа мотор әперді. Ол кісінің өзі әдеті солай екен. Менің алдымда Ақылбай деген болған, менің атым Берікбай. Ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Жан әке шертіп сезім домбырасы, кеудемді қуанышқа толтырасың. Арманның асқарына құлаш ұрсам, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Арманның асқарына құлаш ұрсам, алдымда асқар тау боп
жалғасы. Жас едім өмір керген бойламаған, күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайда маған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайда маған. Ең маңыздысы сіздің жай ғана жанымызда болғаныңыз екен ғой әке. Қуансаң қуана бер әкетайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын. Бұл кісілер жайлы біраз естеліктер айтылып жатыр. Жаңа Сәнім апамыз да қысқаша айтып өтті. Енді мынау көрсетілген дерек, мен ойлаймын, енді ішкі жан дүниелеріңізді бір елжіретіп, бір қозғап өткен шығар. Мынау жүректеріңіздегі, көңілдеріңіздің түбінде жатқан бір ойларыңызды ортаға салып, ой орамдарын мінекей ортаға салып отырсақ, өткен кісілер жайлы бір-екі ауыз естелік сөздер айтып отырсақ, мен ойлаймын, оның ешқандай артықшылығы жоқ. Қазақ халқында өткенде еске алу, оған деген жаңағы сағынышпен осындай ас беру, дұға ету деген дүниелер, ол бізде бар дүниелер. Міне сондықтан да қазір енді мынау жоғары жақтан үлкен кісілер бар, жаңа көз көрген кісілер бар, біз айтып жатқан. Міне сол кісілерді енді бұл жерден де ешкімді бір міндеттеп сөйлете алмасымыз анық. Десе де, бірақ өз араларыңыздан біздерге бір белгі беріп, қол бұлғап жатсаңыздар, микрофон ұсынып сөзге қонақ беретін боламыз, сөзге араласып отырыңыздар. Себебі енді бұл жаңа айттық қой, еске алу, бұл кісілердің енді бір ғасыр болып жатқандығы, мінекей 90 жасқа келіп жатқандығы деп біз атап өттік. Міне мұнда үлкен ақсақалдар қол көтеріп отыр, келіңіздер. Ал құрметті ағайын туыстар, асқа жиналған. Бүгін мынау Бекенбек бауырым, қарындастарым, күйеулерім, әкесі менен анасын еске алып үлкен игілікті іс жасап отыр. Сапағам өмірде жаңа айтқандай соғыс ардагері, еңбек ардагері, еңбекте Амангелді ауданында біраз жыл рабковта, райсоюзда бухгалтер болды, бастық болды. Оның куәсі мынау бұрынғы істеген Қайырбек бастаған райсоюздың, рабковтың бүкіл адамы келіп отыр. О кісі сыйлы жақсы болмаса келмес еді ғой. Ағамыз пен жеңгеміз 8 қыз, 2 ұл тәрбиелеп өсірді, оқытты, ұядан шырды. Бірақ кішкене ертерек кетті екеуі де. Ағам 70-ке толмай кетті, жеңгем 55 жасында. Алланың ісі шығар. Бірақ кейінгі ұрпақтары өсіп, өніп, осындай құрметке бөліп жатыр. Еске алып, Құран оқытқандарыңа, мынау Бекенбек бастаған бауырларыма мыңда бір алғыс. Алладан болсын, дұғаларың қабыл болсын.
Рахмет, Алла разы болсын. Келіңіз ақсақал. Құрметті ағайындар, бүгін Сапабек ағамыздың, Разия апамыздың балалары, бауырлары ата-анасын еске алып, үлкен Құдайға ас беріп жатыр. Алла тағала қабыл етсін. Енді Сапабек ағамызды Амангелді жұртшылығы өте жақсы білді кезінде, жақсы таныды, елге еңбек етті. Анау Райпотреб союз деген енді аудандық тұтынушылар одағы дейді ғой. Ол бір үлкен мекеме болды. Халықтың бәрі сол мекемеге аузын ашып қарап отыратын, өйткені бүкіл азық түлік, киім кешек бәрін жеткізетін елге сол Райпотреб союз. Сол мекемеде Сапабек ағамыз бәлен жыл қызмет етті. Мен бұл кісілерді бала кезімнен білем. Өйткені мынау Разия апамыздың Райқан деген апасы біздің шешеміз болады, Кәрім әкеміздің бәйбішесі, осында балалары отыр. Біз бала кезімізде Қапан ағамыздың үйімен бұл Сапабек ағамыздың үйлері қатар тұрды, Жалдама көшесінде. Ол кезде бекембектер кішкентай бала, біз барып тұратынбыз, барып ойнап қайтатынбыз, жаңағы сәлем беріп қайтатынбыз. Кейде Кәрім әкеміз айтатын көрінеді енді. Ол кісінің көп адам тани қоймайды енді. Ауылдағы бір бастауыш мектептің мұғалімі ғой. Сосын танымай айтатын көрінеді. Сапаның бажасымын ғой деп таныстыратын көрінеді өзін. Оның өзі Сапабек ағамыздың елге қадірлі болғаны, елге танымал болғанның арқасы деп білемін. Көп жыл жақсы еңбек етті. Енді бұл кісілер сонау аштық, жалаңаштық кезеңді басынан өткізді, үлкен сынақтарды басынан өткізді ғой. Кешегі Отан соғысына қатысты. Бұл ұрпаққа Сапабек ағамыздың қатарларында оңай соққан жоқ. Сол сынақтардан абыроймен өтіп, елге қызметін жасап, ұрпағын жайып, бала шағасы бүгінгі күні еске алып отыр. Ол кісілер бір аунап түсіп атқан шығар. Жатқан жерлері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Алла тағала иман байлығын берсін. Мынау артында қалған ұрпаққа, балаларына, бауырларына тек қана жақсылық, қуаныш әкелсін, жақсылығын берсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Мен Сапабек әкемнің қарамағында 1975-76 жылдары жұмыс істедім. Оқуды 72-де бітіріп келіп, сосын Амангелді ПМК деген болды ғой. Сол жүргенде мені кандидатқа алды. Енді кейін ойлап отырып, ойланбай кандидат партия алды. 6 айдан кейін барды. Сонымен оптовый база, сол жерде құрылыс деген мамандық болған, соған жіберді. Сол жерде мен 2 жылда істедім. Сонда әкемен мен бұйрыққа қол қойған кезде ғана көрдім де алдында. Одан кейін кездескен жоқпыз. Бірақ көріп тұрдық қой. Артынан қарап отырса, одан кейін бізді аудандық партия комитетіне шақырды. Одан кейін басқа жұмыстарға кеттік. Соны қарап отырсам, оның бәрі жай емес екен. Менің әкем Сапабек әкеден 4 жас үлкен. Бірақ екеуі сондай дос болған, араласқан, жақсы көрген. Қазіргі біз сияқты емес, ол кісілер бірін-бірін іздеп жүрген, қай жерде болса да. Сондықтан мен әрмен қарай өсіп, азамат болуыма да осы Сапабек әкеміздің сөздерде болған шығар. Партияға да өттік, кейін басқа қызметкерді де ауыстық. Әкеміз сол кездегі марқұм партияның, ауданның партия комитетінің бастығы Омаровпен де жақсы болды. Жалпы көп адамдармен жақсы болды. Ағамыздың мен әкеміздің қатты бір сөйлеген сөзін естіген жоқпыз. Өзі сондай екеуміз сабырлы, кейде салқынды болып көрінетін. Ол кездегі ағайын туысқандар көп құрметтейтін. Бізде осы кісілерден үлгі алуымыз керек. Азғантай ғана сығай ұрпақтары бірлікте болуымыз керек.
бірімізді сағындап, бірімізді іздеп жүруіміз керек. Міне бүгін бауырларым, әкеміздің енді 100-ге толғанын, жеңгеміздің 90-ға еске алып, Құдайы тамақ беріп отыр. Оқылған дұғалар қабыл болсын. Айналайын бауырлар, аман болыңдар. Мынау келе жатқан жастарға да бұл үлкен үлгі деп есептеймін. Рахмет әңе. Рахмет. Міне әкеміздің замандастары, қызметтестері, міне бірге араласып, құраласып жүрген міне үлкен ақсақалдар, азаматтар бірге ауыз сөз айтып жатыр. Тағы да жалғай отырайық. Рахмет айналайын. Ал құрметті қауым, туған туысқандар, менің атым Амантай Мұхамеджан, тегі Байдәулеттің 5 ұлының, сол 2-ші ұлының немересімін. Кішкентайымда мамам 48 жыл, әкеміз 10 жыл соғыста болып, Алматыға келген. Мамам Оралдың қызы еді. Сол жемпиді бітірген 1-ші выпуск. Мен іштемін 8 айлық. 1 айдан кейін келіп осы Амангелдіге босанған. Мария апай деген акушерка болған, соғыс қабылдаған мінеке. Бәріңізді көріп, оның қуанышып отырмын. Бүкіл Амангелді, Торғай, Қостанай көшіп келген сияқты болып отыр. Ал әкеміз туралы айтатын болсақ, бұл кісі енді үлгілі әкеміз марқұм айтатын соғыс ардагері, еңбек ардагері деп. Мына жеңешеміз Алменова Разия апай керемет кісі еді. Мінекей, бала шағасы осындай ас беріп отыр, бәрі қабыл болсын. Сіздерге зор денсаулық тілейміз. Аман есен болыңыздар. Елімізге тыныштық болсын. Амин. Айтқандарыңыз келсін, амандық болсын. Қазақ ұстары жоқ қылыштың өткірінен не пайда, бірлігі жоқ туыстың көптігінен не пайда, ішіне адам кірмесе сарайыңнан не пайда, араласып жүрмесе ағайыннан не пайда дейді. Міне тіршілігінде әкемізбен, анамызбен араласқан ағайын туыстан бөлек міне замандастарды бүгін уақыт бөліп келіп отқасын ол кісілерді ескеріп жатырмыз. Келіңіздер, айтыңыздар. Ал Бекенбек бауырым, ал мынау бүгінгі күні мінекей Ақтионың қаржылып Сапа ағамызбен жеңгеміздің мінекей ас беріп жатсыздар. Енді Сәкемен біз жастай жұмыс істедік. Баяғы 1970 жылы Қалел марқұм, Қалел дейміз, Қайырқан екеуміз сол Тойбазда бухгалтер болып бардық. Енді Қайырқан Сәкеңнің туған жиені тұғын, апасынан туады. Сондықтан бірге жүріп, бірге тұрдық. Одан кейін торговляда бірге жүріп, ол кісі бізге ақылшы болды, ұстаз болды. Көбіне біз енді сол Тойбазда, одан кейін мен Райсүйезде істедім, инструктор бухгалтер, Сейсенбаймен бірге жұмыс істеп. Одан кейін мені 1979 жылы Крупскаяға Арабковтың бастығы жіберді. Мен енді оқып отырған кезім ол кезде. Сәкең соны тәрбиелеп бізді өсіріп, өндіріп, мынау жұмыстың ыңғайын бәрін түгелді Сәкеңнен үйренетінбіз. Сәкең өзі жақсы кісі болатын, әр уақытта бізге көмегін тигізіп, ақылын беріп айтып отыратын. Шында сол 1979 жылы мені Курская бардымда, 82 жылы мені қайтардан бірінші көмек шығып, бірінші орынбасар қылып, Райсүйезге шақырды болмай. Мен айтып, әлде істейік кішкене деп, жоқ, осы опытың жарайды деп, содан мен Сапа ағамыздың көмегімен сол Райсүйезде бірге жұмыс істедік. Одан кейін торговляда, енді Тойбазда, кадрда, бүкіл жерде сол 30 жылға таяу жұмыс істеп Сәкеңмен. Сәкеңнің көп ұстаздық несін біз көрдік деп айтамыз. Ағамыз енді шында әр уақытта мынау беканастары қабыл болсын. Осы мына Гүлжанмен бірге істедім, бірге жүрдік жас уақытымызда. Оның өзі де мына торговля деген бір ең қиын мамандық қой. Ол саудада мысалы достық жоқ дейді. Шында мынау
бірақ сонда да сол шыдап, сол өмір бақи сол ракоп тараған, райсөз тарағанша бірге болып, бірге жұмыс істедік. Осы жігіттермен қатарға отырған жігіттер. Иә. Әр уақытта Сапанымыз, қадырымыз, Сәкеңді ұмытпаймыз еш уақытта. Иә. Әр уақытта балалардың берген асы қайырлы құтты қабыл болсын, әр уақытта амандық болсын. Рахмат айналайын. Мына Шешенбайға берейін. Бәріміз бірге істедік. Армысыздар, ағайын, туыстар, елік жат құдалар. Мына енді бүгін дәм беріп, Сапабек ағамызды, біз Сапабек атын білмейтініміз, аға дейтінімізді. Енді айта берсек көп қой, бірақ мен негізгі бір еске алатын жерлерді айтайын. Мен 1970 жылы Қостанайдың кооперативін техникумын бітіріп келгенде, бұл кісі главный бухгалтер мені кәдімгі өзінің туған баласындай, туған енесіндей қарсы алды. Сондай, былайша өгіз жаспыз ғой, бұл кісінің денесіне, отырған отырысына баяғы өзімізше қорқып, мен баяғы жүрексініп кіріп бардым, сәлем беріп. Сол кезде бұл кісі орындық ұсынып, жанына отырғызып, менің ат жөнімді сұрап, бүкіл өзімнің аты тегімді сұрап алды. Өзі қазақтың салты бойынша ғой. Сосын, ал енді айналайын бота деді, менің 4-ақ класс білімім бар еді. Осы 4 класс бен енді ақындап, соғыстан кейін, бір 5-6 ай оқыдықта осы бухгалтер болдым. Ал сен мінекей Қарағайдай дипломмен келдің, ал енді сен дұрыстап жұмыс істе деп баяғы өзі мені қолпаштап солай қарсы алды. Марқұм қазіргі ондай адамдар сирек кездеседі ғой. Содан мені алып барды үйге. Үйінде марқұм апамыз, Рәзи апамыз қарсы алып, сонда ол кісі үйіне 2-3 күн жатқызды. Мені әбден былайша үйретіп қарады. Сосын мені сол 70 жылы коммунизм жолынан жіберді. Коммунизм жолында бухгалтер жоқ екен, орақ болғанда сонда бухгалтер болып. Бірінші отчетқа келген кезде, әуелі мен балансымды қып-қызыл қып, кәдімгі диктантты тексергендей тексеріп, сосын қайтып берді. Содан мен қайтып барып, қайтадан бір күннен кейін қайтадан апарып тапсырып, сол не керек, ұзын сөздің қысқасы, мен коммунизм жолында 1 жылға жақын істедім. Келесі жылы коммунизм жолым Амантоғайда қосты. Содан мені Амантоғайға жіберді. Амантоғайда мен 74 жылға дейін істедім. 74-те мені ол кісі өзіне зам қылып алды. Өзінің зам по финансам деп 2 зам болатын. Марқұмның зам по учету, зам по финансам. Сол зам по финансам жүргенде мені 76 жылы Облпадрсойыз Арқалық районына главный бухгалтерға жіберді. Сол Арқалық районы главный бухгалтерға жүргенде мені марқұм әкеммен де жақсы арасып тұрды бұл кісі. Отан соғысын ойдай участок войны екен ғой әкең деп. Сонымен не керек? Сол ұзын сөздің қысқасы, ол кезде Облпадрсойызда Жауқашев деген кісі болатын азамат. Жауқашевпен келісіп бұл кісі өзі председатель болатын болып, райсөзға мені қайтадан ауылға алып барды Амангелдіге. Мінекей сол 78 жылдан Амангелді мен 95-ке дейін істедім, главный бухгалтер болып. Марқұм айта берсе көп, ол кісінің жақсылығы да, былайша жүзі қатандау, жұмысқа дегенде қатан болған менен, ол кісі сондай мейірімді, өзіне жасқа сондай пана болып, бізді солай қанаттандырып, мінекей өмір жолына бізді бастады. Ал енді Бекембек, мінекей Талғат, осында отырған мінекей Гүлжан, бар жақсы ғой.
ата ана мінекей құдайдан баланы неге сұрайды, мінекей артында қалған мінекей сол ағамыздың мінекей жалғасысыздар ғой. Беріп жатқан мінекей еске алып беріп жатқан ұстаңыз қабыл болсын. Оқыған дұғаларды тілеген тілектерін Алла тағала қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, мінекей бұл ағамыз әрине біздің жүрегімізден кетпейді. Жатқан жерге жарық топырақ торқа болсын марқұмның. Рахмет, мәңгі жүректеріңізде, көңілдеріңізде сақталатынына біздің де күмәніміз жоқ. Әкеміз жаңа айтты ғой, Рай Потребсоюзды басқарды, осында отқан көп азаматтардың ізашары болды, сол жолын ашты, мінекей ұстазы болды деуге де болады. Мен сондықтан да бұл кісілер өз бір рахметін жеткізіп жатыр. Жалғайық. Құрметті асқа жиналған қауым, мен Сапабек Жүсіпбекұлын 67 жылдан бастап білем. Бірінші жұмысты осы аудандық райсөзден бастадым. Ол кезде бұл кісі бас бұқалтыр, бастығымыз Қонысбай Өрғара деген болды. Оптовияздың бастығы Ахмет Мүбәрак деген болды. Бұл үшісі де сол соғысқа қатысып, соғыстан кейін жұмыс істеген адамдар. Содан кейін мінекей жаңағы Әбілқат айтып кетті ғой. Сол 71-ші жылы Әбілқат Күрпішке совхозына кетті. Мен Қазақстанның Қырғыз совхозына Арабковтың бастығы болып кеттім. Осы бізге жанашыр болып, бізді тәрбиелеген Жүсіпбекұлы Сапабек ақылын айтып, алға жақсы жермен жүргізіп, жаман жерді басқызбай, сол кісінің тәрбиесінде өстік. Міне, енді ағамыздың топырағы торқа болсын, иманы көркем болсын. Оның сыртында бұл кісінің жолдасы біздің Ожан әулетіне жиен. Енді мінекей артында бар оңалады. Міне қыздары бар, ұлдары бар. Жалғыз Бекімбек мінекей. Бекімбектің істеп жатқан еңбегі, халыққа үлгі, ешкім ата-анасының қасына ертіп жүрмейді. Осы еске алудың өзі, ағайын туысын жинап ас берудің өзі бір ғанибет. Бекімбек, мынау Сәкеңнің қыздары, қадамдарыңыз тек қана жақсылыққа болсын, тойда қуанышта болсын. Сәкең мен жеңгей бір ауындап түсіп жатқан шығар. Ас қабыл болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал міне ағайын туыс, біздің Бекімбек міне әкесі мен анасын еске алып ас беріп жатыр, қабыл болсын. Ал жамағат, мен жас күнінде осы Сәкеңмен мені қызметке алып жұмыс істедім. Құрылыста 30 жылдай сол Сәкеңнің тәрбиесін көрдім. Оқу бітіргеннен келгеннен сол Сәкеңнен тәрбие алдым. Ол кісінің адалдығы адамға шексіз еді. Қамқорлығы да болды. Сол жерде үй болып, үй де берді, бәрін де жасады. Ол кісіге мың дабыл алғыс айтамыз. Топырағы торқа болсын. Бекембек, ғұмыр жасың ұзақ болсын, бауырларың аман болсын, той қыласын, Алла тойға кездесейік. Табақ алдырайын ба? Шай бере берсін. Жоқ, мен айтты табақ алдырады. Ал енді қадірлі жамағат, мына жерде бірнеше осы дастархан басында жаңа тілек айтып жатқан, ықылас білдіріп жатқан, дұғада болып жатқан ақсақалдар енді жаңа әкеміздің бірге үзеңгілес болған, бірге үлкен қызметті жасаған, жаңағы айтқан сол сауда жолын бірге ірге тасын қалап, бірге соны ары қарай дамытқан азаматтар, бірге үзеңгілес болып, тайғұлындай тебісіп, бірге аунап-қунап өскен ауылдан келіп отыр. Сонау Торғай, Арқалық, міне елден келіп отыр. Бұл кісілерді сол үшін мінекей құрметтеп, арнайы сөз беріп жатырмыз. Енді сонау Тараз шаһарынан да келіп жатқан біздің құдаларымыз бар. Мына бүгінгі Бекембек ағамыздың қайын жұрты бар. Қазір ол кісілерге де жақындайтын боламыз. Енді алыстан келген кісілерді ескермей қалды демеңіздер. Енді мынау сол Арқалық Торғай өңірінің салт дәстүрі бойынша енді мына дастархандағы табақты бірінші асты алдырып алайық. Құрметті қызметшілер, қыз-жігіттер, астың табағын, еттің табағын алсаңыздар, содан кейін барып үлкен ақсақалдардан бата сұраймыз. Бір Құран бағыштайық. Бүгін енді Құран бір емес, бірнеше рет бағышталады.
бұл енді астың барысында әлі тағы да бір 2-3 мәрте әлі де Құран оқылатындығын сіздерге атап айтып өткім келеді. Қазір шай барысында мен жаңағы келген құдалар әулетіне қарай кішкене ойысып, сол сіздерге қарай жақындап, бір ауыз сөз беретін болам, қадірлі жамағат. Ал енді табақ алып болынса, мына үлкен дастарханнан, үлкен ақсақалдардан бір бата сұрайық. Дәм қайырып беріңіздер. Илахи аумин. Аумин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дастарханнан дәм кетпесін, көңілдеріңнен сан кетпесін. Ұрпақ ұлыс аман болып, өмірлігіне мән кетпесін. Шаңырақтарың шарқи бесін, керегелер кеңгей болсын. Отырар орындарың төр болсын, достарың да көп болсын. Түндеріңде тыныш болсын, үйлеріңе алыс болсын. Осы оқыған берген батамды Алла тағалам қабыл етсін. Аумин. Құрметті қалайық, маған енді Құран оқуды беріп отыр. Менің сол жағымда отырған Құранның қария, Құранды жатқа біледі. Ұстазымыз, мен осы кісілерден араб тілінен оқуды үйренгем Құранны. Мақтанған емес, қазір 8-ші рет Құран хатын түсіріп жатырмын. Енді мен шәкірт есебінде қате кетуі мүмкін, қатесін енді Алла тағаладан сұрайым, кешірсін деп. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤكم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون وجعلنا من بين أيديكم سدا ومن خلفكم سدا وأغشيناكم وهم لا يبصرون فسواء عليكم أأنذرتكم أم لم تنذركم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشركم مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selam Resulü Muhammed Ashabı Azmin. Ya жаратқан оқылған қасиетті Ясин сүресін қасиетті бірінші 12-ші аяттарынан болған сауапты Жүсіпбекұлы Сапабектің рухына, Әлмен қызы Разияның рухына, Сапабек қызы Балымның рухына, Сапабекұлы Болатбектің бір төренің жиені Расулдың рухына бағыштадық. Жаратқан емасы қасиетті Құранның нұрымен олардың рухтарын нұрландырып, қабірлерін жарық кең қылып, қабірдің азабынан, тозақтан отына сақтап, жандарын жаннат ете көр. Ақирет күні олардың амалдаптың оң жақтан беруге насіп еткесін. Артаған ұрпақтарына қайырлы өмір жақсылық, жақсылық адаспас ақыл, жүректеріне иман бермесін. Роббана атена фид дуния хасаната ва фил ахирати хасанат ва қина азабан. Аллаху акбар. Ал енді қадірлі жамағат, міне осындай бірнеше
ағаларға, ақсақалдарға Құран тапсырылған. Қазір бұйырса әлі де Құран оқылатын болады, әлі де Құран бағышталатын болады. Жаңа енді біз айтып өттік, ағамыздың осында, Тапағаның жақсылығын айтпай, мен кете алмайтын шығар, маған өте жақсылығы тиген. Ең алыста жүрген жалғыз қазіргі уақытта біз бұрында Сәнім тәтем, Зоя, үшеуміз енді бұйрық болып алысқа тұрмысқа шықтық қой. Ең қызметі өткен маған Сапаға, мен Сұлтан ағаны, Ғабдуәли ағалар өте рахмет. Алла ол кісілердің иманды болсын, жатқан жер жайлы, жәннатта болсын жандар. Айтайын деген малла, кім Бекенбек, мына Құран дұғаларын қабыл болсын, Алла тағала қабыл етсін. Сендердің де Алладан осы жақсылық берсін. Балаларыңның рахатын, немеренің жақсылығын, шөберенің қызығын көріп Алла нәсіп етсін Райхан екеуіңе. Райхан да міне біздің ауылдың қызы бұйрық болып, Амангелдіге келіп, бір әулеттің дана келіні болып жүр. Аллаға мың алғыс. Сондай келін бергеніне де. Бекенбек Таразға оқығаннан бері тәрбиеміз біздің Сәнім тәтемді айтпай мен кете алмаймын. Ата анамыздан артық қарап бізді қанатының астында өсіріп, жол көрсетіп бізге ақыл айтып өсірген Бекенбек барлығымызға мың алғыс деп айтам тәтеме. Тәтем балаларының рахатын көрсін. Міне отырған әлі күнге дейін шүкір ұрпағымен мың жасасын. Айналайын, мына дұғаға әдейі келдім. Осы дұғаныға қолымды жайайын, рахметімді айтайын. Алланың мың алғыс. Осындай ұрпақтар беріп, осыған келгендеріңізге, барлықтарыңызда сол қол жаюға келдіңіздерге сол дұғаларымыз Алла қабыл етсін. Дұрыс айтасыз апа, 40-тың бірі қыдыр дейді. Әрине Алла біріміздің болмаса біріміздің дұғамызды қабыл етсін. Әкесен асқар тауы меңселесін. Өсінен келіп отқан құдаларды да ескермей өтсек, ол да бір әбестік болады. Сондан да бір ауыз өздеріңізге де сөз ұсынамыз. Рахмет. Қадірлі қонақтар, құда жекжаттар, Тараз қаласынан келіп отырмыз. Бекенбек жездеміз бен Райхан әкпеміздің ас алу құтты болсын, қабыл болсын. Енді ары қарай ағам жалғастырады сөзді. Құрметті бар жамағат, ассалаумағалейкум. Мен Райханның ағасы болам. Бір жағынан түсіндіре кетейін. Райханның мамасы мен әкем оған туған бауырлар. Бекенбек Райхан істеп атқан еске алу рәсімі өте орынды, өнегелі, жақсы жұмыс деп есептеймін. Айта кетсек, мен Жүсіпбек ағаны көрген емеспін, Риза әпкемді көрген емеспін. Бірақ отырған қауымның айтып отқан сөзіне байланысты қорытынды және нәтиже шығарып баға беруге болады. Айта кететін болсақ, сауда саласы, потребка союз дейді ғой, ондай жерде тек қана сапалы адамдар ғана жұмыс істей алады. Өнегелі, жұмысқа қайраткер болатын, жан-жақты ойлайтын, қамқоршы болатын адамдар ғана сондай жұмыс істей алады. Ал енді ары қарай айта берсек, көп шәкірті осында отыр. Жаңа Бекен әпкесі сөйлеп кетті, енді мен қайталамай қойын, өте жақсы сөздері айтылды. Енді айтарым жастарға осындай өнегелі шаруалар жүріп жатыр. Еске алу рәсімі өте жақсы нәрсе. Енді айтатын болсақ, Бекен бәрі қабыл болсын.
жатқан жер торқа болсын, тек қана жақсылық қуанышқа бас қоса берейік. Рахмет, айтқандарыңыз келсін. Тағы да құдалар қауымынан ағамыз келіңіз. Саламатсыздар, ағайын құдағилар. Мен Бекенбектің бажасы болам. Тараздан келіп отырмын. Бекенбек Райхан, мына беріп жатқан Құран қабыл болсын. Алланың құлағынан шалынысын. Тек жақсылық тілеймін бәріңізге. Балы-шағалы қызығын көріңіздер. Жақсы, астуға қабыл болсын. Арнайы келіп отқан құдаларымызға да алғысымыз шексіз. Қаншама мыңдаған шақырымды артқа тастап, ат басын бұрып, мінекей осы Елордаға келіп, міне бұл құдалардың дастарханында бірге еске алайық, бірге дұғада болайық деп келіп атқандарыңызға Алла разы болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумағалейкум ағайын туыстар. Жігіттің 3 жұрты бар дейді. Сол мынау нағаш жұртыма мына бөлелер атынан өзімнің ішіндегі жан дүниемді айтып кеткім келіп отыр. Атадан ұл тумас па, ата жолын қумас па? Атадан ұл туады, атаға жетіп туады. Адам айтса нанғысыз, атадан асып туары бар олар. Бір аяқ асқа алғысыз, ондайда ұл туған біз білеміз, Құдай одан сақтасын. Ал енді қазақ атамыз айтқан, жеті атасын білмеген жетесіз деп. Жеті атаны білгеннің өзі тарих. Біз одан еш уақытта қашып құтыла алмаймыз. Сол себепті мен өзімнің бала кезімнен құлағыма қанық болған әбден нағашы жұртымның тарихын шет-шағасын айтып кеткім келеді. Себеп не? Жаңа ғана осы ортада құрметті қонақтар, мынау Тараздан келген Бекенбек бауырымыздың қайын жұрты отыр. О кісілер біле қоймас. Одан басқа тағы да осында келген біршама ағайын туыстар, алыстан келген осы тарихқа жете қанық емес кісілер бар. Солардың құлағында жүрсін деген мағлұмат. Ал енді шын мәнінде егер өте әріге бармай айтар болсақ, мынау Байдәулеттің деген үлкен біздің Торғай өңірінде беделді де белді кісі болған, байлығы менен өзінің жомарттығы бірге ұштасқан, сол Байдәулеттен тараған тұқым, содан 5 ұл тарайды. 5 ұл. 5 ұлдың Ахмет деген оның ұрпақтары осында отыр. Одан кейін Мұхамеджан, сол мен Мұхамеджанның туған жиенімін, қызынан туам. Ал енді одан кейін Хакимжан деген кісі болған. Білген кісіге Хакимжан біздің қазақ АССР-ның ең алғашқы наркомзем, ауыл шаруашылық министрі болған. Енді Байдәулет нағашымыз, ұлы нағашымыз кезінде біздің Торғай өңірінде әлі халық надандыққа беріліп, ешқандай білімді құрметтемей тұрған тұста, о кісі өзінің жаңағы көргендігіменен, білгірлігімен балаларын оқытқан. Сол оқыған балалардың бірі жаңағы Байдәулетов Хакимжан, о кісі алғашқы наркомзем. Енді не бір замандар өткен білесіздер. 37 жылы о кісі халық жауы болып, оның бүткіл жанұясы репрессияға ұшырап, бір шеті Владивосток, Магаданға дейін, бір шеті Санкт-Петербургқа, Ленинград дейді о кезде. Сондай заман болған. Сол Хакимжан нағашымыз, мынау тарихи дерек бар. Біздің Қыржігіт әулеті, нағашыларым аудан шапқан деген атағы бар. Сол аудан шабардың алдында Хакимжан нағашымыз өзінің бауырларын 5 ағайын дедім ғой. Соның ағаларын бәрін жан-жаққа таратқан. Соның менің Мұхамеджан нағашымды Пақтаралға жіберген. Одан кейін қолында билік болып тұрған кезінде 37 жылға дейін. Мынау Бекенбектің папасын мынау Ырғызға жіберген. Содан Сапабек нағашымыз 41 жыл соғыс басталғанда
соғысқа ырғыздан аттанған. Ырғыздың дерегінде ол кісі солай. Ырғыздың Ұлы Отан соғысының ардагері Ырғыз ауданының. Ал енді мынау енді Бекенбекке мың алғыс, әрине Талғатбекке. Бұл жерде қыздардың рөлін кемсітуге болмайды. Жан беруге дайын бірінші Сәлім апамыз бастаған топ, одан кейін Алла берген нағашымыз Сапабектің қыздарының бәріне де мың алғыс, осыған өте қуаныштымын. Ал енді ағайын туыстар, одан бері не заман, енді мен ар жағын шалып өттім, бер жағын өзінің коллегалары, ағайын туыстар айтып жатыр, әлде айтар. Ал енді нағашымыз өмірде бекер өмір сүрген жоқ, соңына сондай із қалдырды, белгі қалдырды, өмірдің жаңағы нағыз берекесі мен берекетін көрсете білді. Мен өз басым сол нағашымды бірінші алға қойған, ең нағашыларым ішіндегі мен үшін мақтаныш болатын кісіні тұлға. Сол себепті жатқан жерлері жайлы болсын. Мынау Рәзия жеңгемізді де, апамызды да білеміз жақсы, қолынан дәм талай татқанбыз. Енді бұл кейінгі ұрпаққа құр айтуға ғана, ал енді біз соны көрген куәлердің біріміз. Ал ағайын туыстар, мынау ниеттеріңізге Алла разы болсын. Осы Алладан сауап болсын. Нағашымыздың, нағашыларымыздың жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтары торқа болсын. Мынау айттым ғой, Байдөлет түп нағашым білімді өте құрметтеген, одан білімнің нышанын жоғарғы деңгейіне жеткен Хакімжан, одан кейін мынау нағашы Сапабек, ол кісіде қара жаю болған жоқ. Сол білімнің арқасында осындай деңгейге, дәрежеге жетіп жатыр. Ағайын туыстар, қайсыңыз болсаңыз да білімге ұмтылыңыздар. Білім тек қана болашақ, сонымен ғана биіктерге жетеміз. Осы Сапабек нағашымыздай болашақта бізді де ұрпақтарымыз құрметтейтіндей дәрежеге жетейік. Сіздерге рахмет. Ал енді бұл жерде тағы бір айта кететін жайым бар. Ортамызда сонау Қарағандыдан келген Жанат деген жездеміз отыр осы. Сапабек нағашымның күйеуі боласы. Енді микрофонды сол кісіге беремін. Сөйлесе де сөйлейді, сөйлемесе де сөйлейді. Себебі ол кісіге мен Фидель Кастро деген ат қойғам. Өмірінде осы Астанаға бір келгені, енді осы сол сөйлетпесек, ол кісіні ұстай алмаймыз, қолға ұстатпайды. Жақсы, рахмет. Өзіңізде мына жастарға білім, ақыл турасында жақсы жаңа ғибратты әңгіме айтып жатсыз. Білім не дейді? Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен дейді. Жездеміз қайда? Міне. Жақсы. Ал енді ағамыздың нұсқауымен келіңіз. Өзіңізде бір ауыз ықыласыңызды айтып өтсеңіз. Түсінбеді-ау дейме? Осы кісі ғой. Ақсақал, сізді қол қалап жатырмыз, енді айып етпейсіз. Бір ауыз сөз айтып өтсін деп, ел жұрт қол қалап жатыр. Біз де сізге келіп таянып сөз ұсынып жатырмыз. Кеңіз аға. Ақсақал. Құрметті қалайық, мынау әруақтарға қол жайып, бата жасап, ниет білдіріп жатырсыздар. Қабыл болсын. Бұл Байдөлет ұрпағының жағы айтып кетті ғой. Мен де аса көп білмеймін, бірақ бір жағдайларын айта кетейін. Мынау Сапаған жас кезінде Сапағаны, Сұлтан ағаны, яғы Байдөлетіп Қақымжан деген әкесі Алматыға алып кетеді. Алматыға алып барып Каспийге түсіреді, біреуін учетный кредитный техника түсіреді. Мінеки сол екі адам, екеуі Сұлтекең енді пенсияға шыққанша Қатардағы қызметін жасап кетті. Ал Сапаған 33 жыл мен райсөзді бастық болдым, бұғалтыр болдым деп айтып отыратын.
ептеп мақтанып қоя еді. Ал енді бұл әулеттің өзі анау Сары Николайдың тұсында толған болған тұқым екен. Анау Байделек Пақымжанның бәйбішесін түсіргенде 6 қанат отауы менен, малы менен, қызметші қыздарымен түскен екен. Ол өзі негізі венгр екен, Биғайша шешеміздің. Ал Биғайша шешеміз мынау алды жерде, сонан кейін Долинкада 10 жыл отырып шыққан адам. Ол кісінің жаңағы жолдасы Пақымжан 37 жылы ұсталып, 38 жылы 26 февраль күні атылған. Ол атылғанда вице-президент Асанбаевтың әкесімен қоса кеткен. 25 күні Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ильяс Жансүгіров атылған. Бұл деректі мен кітаптан оқыдым оны. Сонысын енді Сәкен атылғаннан кейін, бір замастан кейін, 3 март күні Томскіде оқитын үлкен баласы 3 курста жүрген студент ол атып тастаған. Менікі басынан осылай іскескен. Бірақ жаңағы кісі туысқандарын, бауырларын бірін анау Мерке Мақтаралға, бірін Қырғызға, жан-жаққа таратып айтып аман алып қалу үшін солай орналастырған екен. Өз басым бұл енді 92 баулық шақ дейміз, оның ішінде Қыржігіт дейміз. Енді Қыржігітке мен күйеу боламын. Қазір 61 жыл болды. Ал енді өлі байымайды, өлі көрсе болмай тірі байымайды дейді. Мынау артта қалған ұрпақтары бүгінгі күн үлкен ағайын туысқанның басын қосып жатыр. Қабыл болсын, Құдайдан рахмет, пайғамбардан шахмат болсын әруақтарға. Орындары бейіштен болсын, Алла иман байлығынан берсін. Рахмет, айтқандарыңыз келсін. Алла осы айтылып жатқан тілек болсын, естелік болсын, бәрін дұға етіп қабыл етсін, марқұмдарға сауаптан болсын дейміз, қадірлі жамағат. Енді әлі де бір-екі ауыз енді айтар кісілер болса байқаймыз, десе де астарыңыз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Айтам енді басқа. Ағамның жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Алла тағала иман байлығын беріп, мынау кейін қалған бала шағаларына Алла бақытты ғұмырлы өмір берсін. Мынау Бекенбек бауырым айтарым енді. Бауырым саған бақытты бол. Ұрпағыңның қызығын көр. Ниеттесе тілектерің қабыл болып, осы мынау бас қосып біраз туыстарымен, білмейтін туыстарымен айырылысып кеткен, енді қалай енді арамыз ашылып кеткен туыстарымен қосып атсың, бақытты бол. Тойға басымыз қосылай берсін. Ағаға осы беріп атқан Құдайымыз қабыл болсын, тие берсін жеңгемен ағамызға. Жақсы, енді бұл жерде жаңағы ешкімді бір асықтырғымызда келіп жатқан жоқ. Жаңа құдалардың да, әкеміздің замандастарын да, бірге жұмыс жасаған қызметтестерін де, ауылдастарды да бір-бір ескеріп өтіп жатырмыз. Міне жаңа келіп жатқан туыстардың арасында да, келіңіздер аға. Ал құрметті асқа жиналған қауым, мынау Байдәулет әулеті, мынау беріп атқан астарыңыз, оқытып атқан дұғаларыңыз қабыл болсын. Әруақтар енді бүгін бір аунап атқан шығар. Енді Сапаға мен айтып, мен өзімді таныстырмай қойын, енді бажасының баласы болам ғой ең үлкен. Сол енді Сапағаның манадан бері айтып атыр, Райшейізді тұтынушылар одағы дейді ғой. Осы мынау Әбілқат, Сейсенбай аға бірге істеді менімен. Мен енді
70'te оққа түстім, сосын армияға кетіп қалып, 74'тен бастап осы рай жүйізде қызмет істедім ол кісімен. Сол кезде қазір ойлап отырсам енді бүкіл аудандың рай жүйіздің бастығы бір адам болғанмен бәрібір екінші бастығы бір жағында кімнің сапаға ұстап отырды. Барлық учетты да бүкіл ауданның жағдайларын, келіп кеткен тауарларды қандай келетінін бәрінде бүкіл халыққа қалаулы, еліне елеулі кісі болды. Туыс туғанға қандай жақын болды. Амангелдіге барсақ біз білмеймін, өзі нелерге бармайтынбыз, өзі құттық лептерге бармаймыз, айдап отырып сапақаның үйіне баратынбыз. Осы біздің туысымыз деп, кішкентай кезімізде. Солай өстік, содан 10-ды бітіргеннен кейін енді осылай қазір уже мен өзім 70-тен асып кеттім. Есептеп отырсақ, бүкіл Амангелді ауданының 60-70-80% адамын бүкіл Қостанайдан оқытып шығарған екен бұл кісі. Анау Имановтағы менің есебімде мотоциклде жүрген Майғамиттің серігінде оқытып шығарды. Соны ойлаймын мен артынан құраған. Анау Мағрипа оқып шықты, мен Қабиев есім оқып шығады. Енді Амангелді ауданының жастарына деген оғысының несі, әкелік, ағалық қамқорлығы, өзінің жанашырлығы, бәріне жақсы, бәріне бірдей көмектесті деуге болады. Менің оның. Осы Алтынбай Қайырбайды Рабковтың басы қылғанда сол, Сапабай дөулетіп. Адам қылды деуге де болады оны, жасырмай, айту керек. Сондықтан енді бағадан бері айтылып жатыр, оның айта беріп қайтеміз. Енді мынау соңынан қалған балалары, мынау күйеу балалары, немелері бәрі Құран оқытып жатыр, қабыл болсын. Ұрпағы өсіп өне берсін. Осы ұрпағымен көгеріп жатыр мінекей. Ол кісі де аунап қонап жатқан шығар. Оқытып жатқан дұғаларыңыз қабыл болсын, жатқан жері жайлы болсын. Әрқашанда осындай кең дастарханда тойда ғана кездесе керек. Рахмет, айтқандарыңыз келсін. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, асқа келген. Қадамдарыңызды сауапқа жазсын алдымен. Енді мына бүгінгі болып отқан іс-шара апамыз бен жездеміздің еске алу рәсімін жасап жатыр екен. Бекенбек, Райхан, Сәния құдаша, алыстан келіп отқан құдалар, Жамылдан болып жатыр. Енді мынау шығып алып сөйлеп кетті демеңіздер. Мен Жұмекеннің баласымын, Разияның інісі. Жеңгелеріңіз біреуге жеңге, біреуге құдағи болады. Мінекей Құлынтайдай тебісіп бірге өскенбіз, Бекенбек екеуміз. Демалыста арнайы маған мәшине келеді, мені алып кетеді Байғауылдан. Сосын Бекенбек екеуміз ауданның орталығында жүреміз. Міне сөйтіп өткен, біздің арамызды суытпаған осы апа жездеміз көбіне жаға білген үйінде дастарханнан дәм татып талай мәрте үйінде болғанбыз, үйінде өскенбіз депті. Енді мына бүгін Бекенбек, Райхан, мынау дұға тілектеріңді Алла тағала қабыл етсін. Бас аман, бауы бүтін болсын. Жездемнің жаны жәннатта, тәні рақатта, апа жездем екеуінің нұрлары пейіште шалқысын. Артында қалған ұрпақтары орында бар оңалар деген осы. Мінекей өзің барсың, Нұрлыбек бар жаңағы, өзіңнен тарап жатқан жеген. Енді соларға ғұмыр берсін, өздеріңе ғұмыр берсін. Бүгінгі беріп жатқан дәм садақаларыңыз, оқытып жатқан дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Аман бол. Мінекей олардың қызығын көрмеген өзің жалғастыра бер. Рахмет. Рахмет. Алла разы болсын. Келіңіз, мына ортамызда тағы да құдағиларымыз бар. Қайырлы күн, қымбатты жиналған қауым. Мынау енді Амангелді Торғай топырағынан еселі еңбек етіп, артына өлместей мұра қалдырған, атын қалдырған азаматтар көп бізде. Солардың бірі мінекей бүгін құдамыз Сапабек құдамен
Рәзия Құдағиды еске алып отырмыз. Мен өзім таныстырып кетейін. Мен мынау Қаратайдың үлкен жеңгесімін. Қаратай осы үйдің күйеу баласы, Айгүлдің жолдасы. Сол Айгүлдің абысынымын. Не айтам енді, ол Құда мен Құдағи болып танысқан уақытта Айгүл мен Қаратай шаңырақ көтерген кезде басымыз аман, бауырымыз бүтін, барлығы да бар еді. Менің жолдасым ерте кетті өмірден, бірақ құдалықта болып, Құдамен араласып, Құдағимен араласып, бәріміз бірге сыйласып жүрдік. Манағы айтылып атқан сөздердің бәрі керемет. Құда мен Құдағидің адамға деген қарым-қатынасы, адамға деген ықыласы, үлкенді үлкен деп, кішіні кіші деп сыйлайтын. Екеуі енді шындығында бір кәдімгі бір өмір сүретін адамдар сияқты емес еді енді екеуі де. Көз тиді ме, тіл тиді ме, әйтеуір Құда мен Құдағи кетіп қалды арамыздан. Балаларына берген тәрбиесі, Айгүл келін болып түскеннен бері міне мен бірге келе жатырмын. Әлгі шешесін көріп қызын ал, ыдысын көріп асын іш дейді қазақ. Шындығында шешенің берген тәрбиесі, әкенің берген тәрбиесі осы балалардың бойына дарыған әптен. Кішіпейілдіктері, қарапайымдылықтары, еңбекқорлығы, мінекей осының барлығын айта берсең сөз көп. Осының бәрі осы отбасындағы тәрбие деп ойлаймын. Алтын асықтай ұл өсірді, қызғалдақтай қыз өсірді екеуі. Армандары жоқ, қандай балалары қазіргі кезде ұлдары бір төбе болып, отағасы болып отыр. Қыздары бір әулеттің кәдімгі келбетті келіндері болып отыр. Сол себептен Құда мен Құдағиым бір аунап жатқан шығар, қаншама жақсы тілектер айтылып жатыр. Артында қалған ұрпақтарына, бала шағаларына, немерелеріне, шөберелеріне бәріне де тиіп жатыр. Сол себептен де тек әттеген айы сол, осылардың кішкене қызығын көріп, екеуінің біреуі тым болмаса, осындай ортада болуы керек еді деп ойлаймын мен, балаларының қызығын көріп, немересін сүйіп, шөбересін сүйіп. Екеуі де ерте кетіп қалды. Әсіресе Құдағиым ерте кетіп қалды. Не айтамыз енді? Ол өткенді айтып өкіне бергенмен ештеңе өнбейді. Сол себептен жатқан жерлері жайлы болсын дейміз. Айналайын бекем-бек талғат, өздеріңе ғұмыр берсін. Бала шағаларыңды өсіріп, осындай жақсы Алланың тілегі қабыл болып, жақсы болып өсе беріңдер, жақсы азамат боп. Қыздары мінекей өсіп өніп, керемет балалы шағалы болып, қазір үлкен бір әулеттің керемет келіндері болып отырым. Не айтам енді, мынау дұғаларың қабыл болсын, бекем-бек айналайын. Осы айтылған, оқылған дұға тілектердің бәрі қабыл болып, Алла тағала енді қалған жерде Құда мен Құдағидің ұрпақтарына ғұмыр берсін. Тек қана ендігі дастарханымыз той дастарханы болсын. Осы әулеттің тойында кездесетін болайық. Жақсы, осы әкеміз бен анамыздан тараған ұлағатты ұрпағының тек қызығының қуанышына куә болуды Алла нәсіп қылсын. Құдағи жақсы айтты. Дүние опа болмас, жинаған мен, кетерсің бір күн тастап қимаған мен. Әркімнің өз көңілі өзінің алтын жолдас бол, кімде болса сыйлаған мен дейді. Міне, тіршілігінде әкемізде, анамызда сіздерде игі жақсылармен дос болып сыйласып өтті. Соның аясында бүгін өздеріңіз бір ерекше ықыластарыңызды білдіріп жатсыздар. Енді жездемізде де бір ауыз сөз беріп өтейік. Ал құрметті ағайындар, мен осы әулетке туған күйеу боламын. 1979 жылы армиядан келіп, 80 жылы осы Гүлжанмен тұрмыс құрдым. Міне атамыздың, енеміздің қандай адам екенін осы жиналған қауымнан ақ білуге болады. Қандай керемет сөз сөйлеп жатсыздар. Мынау кейбір жерге барғанда адамның бәрі бірдей емес. Біз әйді керемет ақын емеспіз, жазушы емеспіз. Бізді сөйлететін сол адамның өткен жақсы өмірі адамды керемет қып сөйлететін. Міне атамыздың түпкі аталарын көрген жоқпыз.
бірақ осы атамыздан кейінгі ұрпақтардан білуге болады бұл кісілердің қандай екенін. Иә. Жаңа бажаларымды айтып жатыр, Ахмеде сен сөйле, ерте үйленіп, атамыздың жақсылығын бастық кезінде көрдің ғой деп. Арасында, иә, атамыздың керемет жақсылықтарын көрдік. Енді не айтамыз? Міне, осы ұрпақтың кереметтігінен мен де жай жердің баласы емеспін. Дауылы Қошқар батырдың тікелей 4-ші ұрпағымын. Екі жақсы ұрудың адамы қосылып, қазір керемет ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз. Міне, мен жаман жерден қыз алмағаныма бүгінде өте қуаныштымын. Иә. Мынау бір үлкен кісі керемет балаларын жинап алып, өзі қартайған кезде айтқан екен, айналайындар, мен сендерге қандай жақсылық жасадым деп. Сонда бір баласы кеп, ойбай, маған машина алып бердің, маған үй алып бердің, маған тағы басқа керемет жақсылық істедің дегенде, жаңағы үлкен азамат шал айтқан екен, қарақтарым, таба алмадың ғой, мен сендерге керемет алтындай ана сыйладым ғой деп. Міне мен соны балаларым айтып отырым. Мен сендерге керемет жерден қыз алып, керемет ана сыйладым, айналаңдар. Менің әперген үйім, байлығым, ол жай нәрсе. Міне керемет ана. Міне мен мақтан тұтам сапатамызды мысалы. Міне бүгін келіп жақсы сөздер айтып жатсыздар. Кейде адам, мысалы өзі мен көзімнен жас шықпайтын азамат ем, кейде көңіліңде босайды екен. Сол кісілер өмірден өтіп, кешегі жақсылығын көрдім. Иә. Мінекей менің жан жолдасым міне шатыспай алып, балаларыма керемет жақсы ана бола білді. Үйде де, дүзде де шықсам, мен осы Гүлжекеңе сенем. Өйткені енемізді, атамызда жақсы адам болды. Олардың ата-бабаларының кереметтігі. Міне бүгін, мынау енді Бекенбек, Талғатбек, Нұрлыбек қосылып, мынау ата-бабамызға ас беріп атсың. Бары қайырлы құтты болсын. Мынау тағы бір жақсы сөз айта кетейін. Мынау бізге тарих атадан балаға немере шөбере шөпшекке келген. Мен кешегі Кенесары ханмен бірге болған Қошқар батырдың тікелей 4-ші ұрпағымын. Сол кісінің қара шаңырағын ұстап отырмын. Сонда менің Қошқар бабамды бір әйді ауқатты адам үйіне шақырып бата бер деген екен. Сонда Қошқар атамыз дәмін ішіп, қол жайдырып бата берген екен дейді. Басыңа бәк қонсын, қадырдарысын, осы берген батамды Алла тағала қабыл етсін дегенде, жаңағы үлкен азамат ренжіп, Қошеке, мен сенен ұзақ бата күттім ғой деп. Сонда атамыз айтқан екен, басыңа бәк қонса, қадырдарыса, бәктің ішінде қаншама қазақтың жақсы сөздері жатыр. Оны қорғайтын қыдыр қонса, одан басқа атаңның басы керек пе? Мен де пәндәмін деп атамыз тұрып кеткен екен дейді. Мінекей, атадан ұрпаққа керемет сөздер жалғасы көп болды. Міне жаңа айтып атам, Нұрлыбек, Бекенбек, Талғатбек, міне бүгін керемет ас беріп атсыңдар ата-бабаларыңа. Бұл мал сой, әйді керемет шығар. Бұл Алла тағала қабыл ететін. Мынау Құран оқытып атсыңдар. Алла тағала қабыл етсін осы Құранды. Ата-бабаларың, мынау аталарымыз, енелеріміз бәрі бүгін бұраунап түсіп атқан шығар. Бәрі қабыл болсын деймін. Енді мен таңертеңнен кешке дейін оқыған қызметім жоқ, сөйлеуге бармын, аталарымды мақтауға. Бірақ мынау уақыттың қысқалығына енді ренжімейсіздер, қабыл болсын бәрі. Жақсы, рахмет. Құрметті жамағат, туыс-туғандар, ассалаумағалейкум. Не жақсы адам ісіне жақсы ұрпақтар жалғасып жатыр. Енді мен өзім таныстырып өтейін, жаңа
Байдәулет атамыздың ұрпақтары балаларынан тараймыз. Мен Ахмет әкеміздің ұрпағымын. Ахметтен Ғабдуали әкеміз, және мен әкем Сұлтан тарайды. Сол Сұлтанның баласы мен Болатпын, ортаншы баласы. Енді Сапабек әкемізді мен енді жас кезімде студент болып жүргенде жиі кездесетінбіз Арқалық қаласында, әкемнің шаңырағында. Сонда марқұм әкем Сұлтан айтатын, Сапабек әнім екеуміз 30 жылда репрессия кезінде бізді пойызға салып, Алматыға аударып жіберген деп, аман сау сақтап қалу үшін деп, туыстар. Сонда школ-интернатта бірге оқып, өніп, соғысқа қатысып, екеуі де міне соғыс ардагері, еңбек ардагері болып, елімізде негізгі мынау Торғай елінде, Амангелді төңірегінде еңбек етіп, осындай дәрежелерге жетті әкеміз, Сапабек әкеміз. Сол кісіде мынандай ұрпақтар тарап жатыр. Бүгін енді баласы Бекенбекпен балалары осындай Астананың төрінде Зәулім сарайда ас беріп жатыр. Сол ұзағынан болсын дейміз. Болашақта арамызда осындай ынтымақ, бірлік болып, жақсылықта кездесе берейік. Әрбір шаңырақта құт береке болсын, үлкендеріміз аман болсын. Бекенбек енді отбасында өзін үлкен болып, үлгі көрсетіп, міне қандай халықты бауырларымызды жинап жатсын. Сол денсаулығың зор болып, арамызда осылай сыйлы болып жүре бер. Рахмет. Ана жерде Бағдат үшін бірдеңе деп жіберіп дейді, сосын мынау сұлуға баршы. Жақсы ағайын. Ағайын туыстар, айып етпеңіздер, мен жиендік статусын пайдаланып, екінші рет микрофонды қолыма ұстап отырмын. Енді қалай десеңіздер, олай деңіздер, бұл жиен ішіп алған ба десеңдер де болады, өмір ашып көрген жоқпын бірақ. Ал енді айтайын деген мына қолымда кітап тұр, ағайын туыстар мінекей. Жаңа ғана қолыма тиді. Бұл кітап деген өте құнды дүние. Осы кітаптың арқасында осы ел қатарлы адам болып жүрген жағдайымыз бар. Енді нағашыларыма ұқсап, соған ұқсауға тырысып жатырмыз білімнің арқасында. Сол енді әрбірісін ұқсағандығым сондай. Мынау Сапабек нағашыма ұқсайым деп қарынды көрдіңдер ме? Қарында бар. Енді ойын қояр енді. Бұл жерде айтайын дегенім, кітаптың арқасында мынау Әл-Фарабиді таныдық. Мысыр, Шам қалаларында Әл-Фарабидің еңбектері табылып, дүниесіне дүркіреп Әл-Фараби болды. Сол сияқты осы кітаптың арқасында әрине бұл өшпейтін, өлмейтін бұлай қазына. Сол себепті нағашымның аты өшпесін, өлмесін деген ниеттемін. Айтайын дегенім, бұл жерде мынандай мәселе. Мынау ол апрель айында Бекенбек маған осы нағашыңа кітап шығарайын деп отырмын. Сен бір естелік жаз дегенге мен жаздым. Енді қазақта сөз бар. Жаман бергенін айтады деп. Мен алғанымды, жиен болғаннан кейін жиен құрығымды алған қайнағашымнан алдым. Алған нағашыларымды жаздым мұнан ішіне. Ал жиен құрық алмаған нағашылардың құлақтарына алдыңызға енді, бұл шығар енді. Бұл жерде айтайын дегенім, бір нағашым қалып қойыпты, жазылмай, екінші редакцияның ішінде қосқан. Теміржан Қайыржанович, орнынан тұрыңызшы. Бұл ағайын туыстар, Құдайдың алдында ешқандай күнәм болмасын, жиен құрық берген мен қатар осы нағашым. Сол есімі мына ішінде қалып қойыпты. Сол себепті сіздер білсін деп әдейі айтып отырмын. Алла жар болсын. Рахмет ниеттеріңізге. Сол үшін тағы бір кітап жазу керек болды ғой енді, иншалла. Рәзия апамда апа деймін, әр уақытта мынау оқытып атқан дұғасы қабыл болсын. Артында бар оңалар деген мінекей балалардың арқасы. Сіздерге көп-көп рахмат. Папам қандай адам еді, өте сыйлы, мінезге бай,
әр уақытта да жанашыр болып тұратын жиен болса да, менің жолдасым жыл сайын бір бұзау алады. Мен айтам, жиен құрыққа бір-ақ рет беруші еді, осы сен неге ала бересің деп айтам ғой, ұят болады деп. Сонда айтады, папам өзі береді маған дейді. Ол кезде тон деген жоқ, тон дегенді береді. Бекенбек алып қойған жаңа тонын соған әкеп береді, жылда. Одан 10 тиын береді. Міне, еркелетіп, өзінің баласындай қылып өсірді Қалелді. Әр уақытта Алла тағала сыйластықтары жараса берсін, арамыз әр уақытта үзілмесін. Бәріңізге де мінекей папам мен Рәзия апамның жолы болсын. Рәзия апам әр уақытта етін асып, бізді осы мынау Қамысбайды, Ғазизаны бізді шақырып алып, Ғазиза мен Қамысбайға өлең айтқызады. Соны бәріміз тыңдаймыз отырып. Апам өте жақсы адам ғой, етті асып, балаша жүгір жүреді. Ол кезде мынау Қаным, Гүлжандар кішкентай бөлмеде ойнап жүреді. Міне, сәнім Қалел айтатын, сәнім тәтем әр уақытта мені койкының үстіне лақтырып жүретін деп күлетін. Осы мынау Жаңылтайды айтады, менен айнымайды, осы менің сіңілім деп айтып жүріңдер деп айтып отыратын. Бір күні менің үлкен қызым, мынадан үлкен қызым жоқ, айналдыра іздеп жүрсек, Рәзия апам үйдің жанынан өтеді, жұмыстан кетіп баратқанда сеткеге салып алып кетті, кішкентай болғасын. Айналдыра таба алмай жүрсе, апам үйінен кеп тұр. Қайдан келдің? Папам мен маманың жанында отырдым, маған молоко берді дейді. Ол кезде молоко дегенің жоқ кез ғой, сгущенканың. Ол үйге барса, колбасасын береді, несін береді, мәз соған бала деген. Сөйтіп өсірді. Бір күні Қалелді, Әбілақатты рабкопқа бастыққа жіберсе, Қалел ренжіп тұр, менің жолдасым. Мені папам жоғарылатпады дейді, сөйтсе папам мені шақырады, қазіргі почтада істеп жүргенде. Қалқам келіп кетші деп айтты дейді, барсам айтады, мынау мені боқтай береді жұмыста да. Осыған қалқам бірдеңе айтшы деп қолым бүйтеді папам. Сосын мен айтам, ұят емес пе, жұрттың көзінше боқтап, неге қызғанып жүрсің ба, жұмыстың керегіне де айтады. Көз алдымда жүрсін деп, бұны қорғаштай қорғап, ән жерге бір, мін жерге бір, тығам жұмысқа дейді. Ауданда жүрсін, кемпірі бар қолында, соны бақсын, мынау екі кішкентай қызы бар ғой, соларға қарасын деп. Ол да болса, ол кісінің қамқорлығы, райсөзге не келсе, соны бізге береді қай уақытта. Қандай өте, енді бұлай айтуға өте тұрарлықтай азамат еді. Апам да өте жақсы. Бір күні келмейді, апам келмей кетті, сосын айтам, апа сіз келмей кетті ғой, мереке сайын келетін етіңіз ғой, сосын айтады, мен бала болып барам ба, мен қазір үлкейіп келатырмын, өзің келмейсің ба, мені поздравить етті дегенде ұялып қалдым расында да. Сосын одан кейін барып тұратын болдық балаларға. Жүр деп жолдасым айтады, жүр барайық, папам мен мамам күтіп отыр ғой бізді деп. Сол сияқты міне Бекенбек де міне папамның көрген өнегесін жасап, қыздар бар бәрі жабылып, бар жақсы мінекей, солардың арқасында міне папам мен Рәзия апама Құран оқытып жатсыңдар. Алла алдынан жарылқасын, төпірағы торқа болсын, жатқан жері жайлы болсын. Әр уақытта сіздер де бақытты болып, осы папам мен мамамның жолын беріп, сыйластығымыз жарасып жүре беріңіздер. Бәріңізге де көп-көп рахмат. Көп сөйлеп кетті демеңіздер. Енді ойымдағымды айтып жатырмын, көргесін, көргенін айтқан дұрыс қой, білгенін. Құрметті ағайын, туыс, құда жекжат, бұл жерде бөтен адам жоқ. Міне, менің Сапан ағашымның жаңа мына кісі айтып кетті ғой, біз о кісіні бүкіл тұқымымыз болып папа дейтінбіз. О кісінің аты үлкенге де кішіге де папа тұғын. Енді о кісі туралы бір ауыз сөз айтпай кетуге маған қиын болды. Сондықтан да мен көп сөйлемеймін. Ол кісінің айтылмаған, апамыздың айтылмаған бір жақсы істерін айтқым келіп тұр. Бұл Сапан ағашымызда 8 қыз болды. Сол 8 қыздың 9-шы қызы болып мен сол үйде тәрбиелендім. Осы 8 қыз мені соңынан ертіп өсірді. Менің шешемнің аты Жәмила, әкемнің аты Қозы, Алихан деген ағам болды. Мен сол кісінің қарындасы Қарлығашпын. Енді біз осы кішкентайдан осы Сапан ағашымның үйінде өстік. Бұл кісінің ең жақсы қасиеті кең пейілді, ақ жүрек, жүрегі кең, барлық адамға болсын дейтін, қолынан келген жақсылығын жасайтын өте бір керемет кісі еді. Ал Рәзия апамызды айтатын болсақ, кең құрсақты, кең жүректі, үлкен ана еді. Енді осыдан бір ай бұрын Бекенбек мынау
папамның 100-ге толған, мамамның 90-ға толған құран оқытқызып ас берейін жатырмын дегенде мен қолдағанбыз, қуанғанбыз. Мінекей сол осы құранда болайық деп сол жан жақтан келіп отырмыз. Құрметті ағайындар, мынау бүгінгі құран оқытылып жатқан құрандар, бүгінгі ішкен жегендеріміз бәрі тие берсін. Құрметті ағайын, бауырлар, құдалар, туысқандар, Бекембек пен Райханның достары, біздің балалардың достары, мына Сапаға менен Жешемнің жақындары, барлықтары бүгін келіп, бізбен бірге естелікте ағайыма деген қатысып отырсыздар. Жақсысы болса жасырып, жаманын жасырып, жақсысын асырып, осы болған естеліктегі бірге отырған осы қуаныш деу керек. Қуанышымызға келіп қатысқандарыңызға шын жүректен рахмет айтам барлықтарыңызға. Мынау ағай мен жеңшемнің араласқан барлық туысқандары, сіздерге осы біздің әулет сияқты татулық, бірлік, ынтымақ тілеймін сіздерге. Балаларыңыз өсіп өнсін, бақ-дәулетті болсын, тыныш заманда өмір сүрсін. Бір-бірімен сыйласып, осындай жақсылықта бас қосып жүрейік. Сіздерге шын жүректен тілек тілеймін. Бақытты болыңыздар, аман болыңыздар, өсіп өніңіздер. Ал енді мен бауырдың несінде тойында осындай той ғой енді. Өйткені атам, анам, әкем Байдәулеттен бастап қазір барлығы тірі деп ойлаймын. Бізбен бірге жоғардан батасын беріп тұрған шығар. Осы тойым неміз, осы естелігіміз, осы еске алуымыз қабыл болсын деймін. Алладан рахым, Мұхаммед пайғамбардан шапағат болсын деймін. Аман болайық. Рахмет сіздерге. Мынау әкемізге жиналып отырған, беріліп отырған асқа келген адамдардың бәріне де рахмет. Шын жүректен ықыласыммен осындай осы қалған адамдардың бәрі тірісінде жүзге келсін, сол жүзді балалар тойласын. Сол тілегім. Келгендеріңізге рахмет. Мына Бекенжан аберімнен. Мен бір сөйлесем көпке шейін сөйлеймін, бірақ қысқартып қана бәріңе де 100 жасты, 90 жасты тілеймін. Ал енді мінекей құрметті ағайын, туыс туғандар, құда жекжаттар, жолдас жоралар, мінекей бүгін мінекей әкеміз бен анамызға беріліп жатқан мінекей дұғаға алтын уақыттарыңызды бөліп келіп мінекей жатқандарыңызға үлкен рахметімді айтам. Амандықта, қуанышта бас қосайық. Қуаныш болсын. Жақсы, Алла баршаңызға ғибратты, берекелді, сәнді, салтанатты өмір берсін. Жаратушым құдірет, жаратқаудың қабілет, оқытып атқан дұғасын, беріп атқан асын, бір Алла өзін қабілет. Аллаху акбар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين ألغمت عليكم غير المغضوب عليهم أستغفر الله إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. O жаратқан ием осы оқылған Құранның сауабын Мұхаммед пайғамбар алейхиссалам шартына барша пайғамбарларға, әмбе әулиелерге, қажыларға және осы үйден Құранды өткен ағанас Тоғанасқа, ағанас ұлы Байдәулет, Дәулетке, Байдәулет ұрпағы Ахмет, Мұхамбетжан, Кәкімжан, Жақыпбек, Жүсіпбек, Айшаға, Кәкімжан ұрпақтары Сейітжан, Сейіт Қасым, Сейіт Кәрім,
Фатима, Мәриям, Қатия, Биғайша, Жақыпбектен Жәмила, Камила, Оразбек, Биғайша, Байдәулет, ұлы Жүсіпбек, жұбайы Шара, Қожамжар қызы, Байдәулет қызы Айшаға, жұбайы Жүністің аруағына, Дәулет ұлы Мұханның рухына, Жүсіпбек ұлы Сапабек рухына, Әлмен қызы Разия рухына, Сапабек қызы Балымның рухына, Сапабек ұлы Болатбектің, Нұр Төренің рухтарына, және жиені Расулдың рухына бағыштаймыз. Жандарың жанатта, өздерің жұмақта. Алла иман байлығын берсін. Алдың өзіңе жарық қып, артын балашаңа бағдырет несе берсін. Өліге иман, тіріге береке бер. Берген садақаларын Алла қабыл етсін. Әумин. Әмин, қабыл болсын. Тағы бір Құран бағышталады. Бисмилля. فقال ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليكم طيرا أبابيل ترميهم بحجرات من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Rabbim Allah Teala'nın bir özüne sansız madak, sansız koşuk, sansız koşuk olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salavatlarымен сәлем болсын. Аллах Тағала соққан қасиетті Құранның қасиетті сүрелерінің болған сауапта адамзаттың асылы хикметінің сардары сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям оның отбасыларының мұқтарына ас беріп жатқан бауырымыздың шаңырағынан Құранда үлкендігі үшін барша аруақтардың бұл өмірден бақитын негізін ата бабаларының, әке-шешелерінің, туыс-туған бауырларының шәріптеріне арнайы Алла Тағала ағанасы пен тоғанасы аталарымыздың ұрықтарына, ағанасылы Байдәулет Дәулет әкеміздің ұрықтарына, Байдәулет ұрпағынан Ахмет, Мұхамбетжан, Хакимжан, Жақыпбек, Жүсіпбек аталарымызға, Айша анамыздың ұрқына, Хакимжан ұрпағынан Сейітжан, Сейітқасым, Сейіткәрім, Фатима, Мария, Қатия, Бәйбішесі Биғайша аналарымыздың ұрық шәптеріне, Жақыпбектен Жәмила, Камила, Оразбек, Бәйбішесі Биғайшаның ұрық шәптеріне, Байдәулет ұлы Жүсіпбек атамыздың жұбайы Шақа, Қожамжар ұлы әжеміздің ұрқына, Байдәулет қызы Айша апамыздың жұбайы Жүністің ұрқына, Дәулет ұлы Мұханның әкеміздің ұрқына, Жүсіпбек ұлы Сапабек әкеміздің ұрқына, Әлмен қызы Разия әжеміздің ұрқ шәптіне, Сапабек қызы Балымның ұрқына, Сапабек ұлы Болатбектің марқұм нөтері баламыздың жиен Расулдардың ұрқ шәптеріне бағыштадық. Алла Тағала марқұмдардың жатқан жерлерін, жарық топырақтарын торқа қылып алдын өздеріне артық қалған балашаға, туыс-туған бауырларына қайырлы еткейсің. Алла Тағала марқұмдардың тіршіліктерінде жасаған ізгі амалдарын, ел жұртына, туыс-туғандарына, халқына жасаған қызметтерін сауаптан қылып өздеріне қорған еткейсің. Тіршіліктерінде жасаған қателік күнәларын кешіп, бүгін оқылған Құрандардың әрбір аяттарыменен, әрбір әріптерменен қабірлерін нұрландырып, жандарын жәннатта, тәндерін рахат етіп, Алла Тағалам өзіңнің мейіріменен күнәлары кешірілген қабір азабынан құтылғандардың қатарынан қыла көр. Артында қалған бала-шаға, туыс-туған бауырларына ұзақ ғұмыр дендеріне саулық бер. Алла Тағалам бәле-жаладан, ауыр сұрқаудан, тілгөзден, жол апаттан, түрлі бейнеттерден аман сақтағайсың. Алла Тағала бүгінгі еске алып, Алла Тағала көпшіліктің қол жайып дұға етіп отқан дұғаларын қабыл етіп, қадамдарын сауаптан қыл. Алла Тағалам бала-шағаларына, жүректеріне хидият беріп, тура жолынды көрсетіп, Алла Тағала мұсылмандық өмірді нәсіп еткейсің. Алла Тағала қарттарымызға күш-қуат беруге, жастарымызға ұзақ ғұмыр бергейсің. Субханакаллахумма бихамдика, субханакаллахумма азим, ва ла қауле ва ла қуввата илля биллах. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллах. Жақсы, қадірлі жамағат, Алла баршаңыздан разы болсын.
оқылған құран бағышталған дұғалар, тілектердің барлығын Алла қабыл етсін. Өмір деген көлекен, жүзіп жүріп өтесің. Дүние деген шөлекен, бейнетпен зорға жетесің. Алтыннан сарай салсаң да бір күні тастап кетесің. Бұл өмірде сыйлассаң, мұратқа сонда жетерсің дейді. Бұл әулетпен осы сыйластықтарыңыз артсын. Тек амандықта, жақсылықта, қызықта, қуанышта, жақсы күндерде амандықта бас қосайық, амандықта болайық. Ас дұға қабыл болсын. Сау, саламатта болыңыздар.